Құрметті студенттер, бүгін сіздерге қазіргі қазақ тілі және оқыту әдістемесі каллиграфия пәнінен сабақты ұсынып отырмын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шығарма жұмысын жүргізудің әдістемесі. Бүгінгі тақырып бойынша төмендегідей сұрақтар қарастырылады. Шығарма және оның түрлері, шығарма жазудағы басты міндеттер, шығарма жазуға қойылатын талаптар. Жалпы шығарма дегеніміз оқушының туған халқының әдебиетінен алған білімін өз ойы мен дүниетанымдық көзқарасымен еркін ұштастыра отырып баяндайтын шығармашылық төл еңбегі. Сонымен қатар шығарма мұғалімнің педагогтық шеберлігі еңбегін айқындайтын, оқушының әдебиеттік ұғымын, білімін байқайтын, сынайтын көрсеткіш. Шығарма жазу 1-ші сыныпта басталады. Алғашқы шығармалар көлемі жағынан шағын болады. 1-ші сыныпта шығарма жазу үшін арнайы сабақтар қажет емес. Шығармада оқушылар өз ойларын қандай көлемде көрсетуіне ерікті бола тұрғанымен, әр сыныптағы шығарма көлемінің шамасы әртүрлі болады. 1-ші сынып оқушыларына шығарма жазу барысын үйреткенде дұрыс сөйлем құрастыра білу, сөйлемді бас әріппен бастап аяқтай білу дағдыларын қалыптастырады. 2-ші сыныпта шығарма жазу күрделене түседі. Себебі оқушылар жазбаша және ауызша сипаттама бере отыра 20-30 сөз көлемінде шығарма жазады. 3-4 сынып оқушыларынан шығарма жазу талаптары қаталырақ болады. Себебі оқушылар өздері көрген тылсым дүниелерді, көркем фильмдерді әңгімелеу арқылы 60-130 сөз көлемінде жазуы керек. Шығарма жазу үшін оқушылардың ауызша сөйлеу тілі белгілі бір дәрежеде дамыған болуы керек. Ол үшін оқушының сөйлеу тіліне белгілі бір талап қойылады. Оқушының сөйлеу тілінің мазмұндылығын, дәлділігін, анықтығын, дұрыстығын, шығармашылығын, көркемдігін анықтау керек. Бастауыш сынып оқушылары ана тілі сабағында шығарма жазуға әр сабақ сайын дайындықта болады. Мәтіннен, әңгімеден көркем сөзді таба білу, берілген бейне бойынша көркем сөздерді сипаттау, түсінік айту барысында таныс көркем сөздерді пайдалану сынды дағдыларды қалыптастырады. Құрметті студенттер, шығарма жазғызу оқушыны өздігінен жұмыс істеуге үйретудің ең күрделі түрі. Балаларға бұрыннан таныс тақырыптардан бастаған дұрыс. Мұндайда көрнекіліктің пайдасы зор. Бастауыш сыныптарда өмірден көргенін, табиғаттан сезгенін, адам тіршілігінен түйгенін, ауа райы мен табиғат тылсымын арқау етіп жазғандары жөн. Болашақ ұстаздар, сіздерге бастауыш сыныпта шығарма жазу барысында көрнекілік ретінде қолданылатын суреттер тізбесін ұсынғым келеді. Осындай суреттерді пайдалана отырып оқушыларға жаз, қыс, орманда, бүгінгі ауа райы сынды тақырыпта шығарма жазғыза аласыздар. Назарларыңызды жайлауда бейне жазбасына аударғым келеді. Оқушыларыңызға осындай тақырыпта шығарма жазғызуларыңызға болады. Осындай бейне жазбаны көрсете отырып шығармалар жазасыздар. Егер тақырыпты күрделі деп танысаңыздар, оқушымен бірігіп жоспар құрасыз. Жоспар барысында жайлаудың тыныс-тіршілігі қандай, қойшылар не істеп жүр сұрақтарына жауап ала отыра бірлесе жұмыс жасап шығарманы жазасыздар. Бүгінгі сабағымыздың барысында көмекші құралдарды пайдалана отырып шығарма жұмысын жазудың бірнеше әдіс-тәсілін көрсеттім. Осы сабақ негізінде өздеріңіз педагогикалық іс-тәжірибеден өту барысында диктант, шығарма, мазмұндама жазу барысында қандай әдіс-тәсілдерді, әдістемелерді пайдаландыңыздар, дәптерлеріңізге қысқаша жазып өткізулеріңізді сұраймын. Бүгінгі өткен тақырыпты бекіту мақсатында сіздерге сұрақтар ұсынып отырмын. Осы сұрақтар аясында өз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіріп, дәптерге орындап, порталға жүктеулеріңізді сұраймын. Келесі аптаға орындауға тиесілі үй тапсырмасын ұсынып отырмын. Келесі аптада кездескенше назарларыңызға рахмет.